Көру қабілетінің әртүрлі деңгейдегі бұзылуы жер бетіндегі әрбір үшінші адамда кездеседі және де бұл нәрсе тайға таңба басқандай түсінікті құбылыс. Қазіргі заман өмір салты, мониторлардың әртүрлі гаджет экрандардың көзге негативті әсері, күйбең тіршілік, күйзеліс, стресс, ұйқының шала болуы және де осыған ұқсас әрекеттердің барлығы көздің көру қабілетінің нашарлауына әкеп соғады. Бірақ бұл ретте қалыптасқан жағдайды түзету мүмкін екенін айтқым келеді. Себебі бұл видеода мен сіздерге үй жағдайында қарапайым әдістермен қалайша көру қабілетін түзетуге болатындығын айтатын боламын. Сізден керегі тек бұл қызықты видеоны соңына дейін көріп, менің айтқан ақыл кеңесімді мұқият тыңдау. Сонымен бастайық. Сонымен, егерде біз өзіміздің көзіміздің көру жүйесінің қалпына келгенін қаласақ, ең алдымен көзге түсетін жүкті, яғни күшті азайтуымыз керек. Өйткені көз бұлшықеттері адам организміндегі басқа бұлшықеттер сияқты шамадан тыс күш түскенде шаршап, ауыра бастайды. Ал көздің шаршауы әрине гаджеттерден, смартфон экрандардан, мониторлардан болады. Сонымен қатар күнделікті оқитын газет, журнал, кітаптан, әсіресе қоғамдық көлік ішінде кітап, журнал оқудан көзіңіз шаршай бастайды. Көлік демекші, көлік айдаудың өзі де көзге біршама күш түсіреді екен. Бұлай қарап отырсақ, біз бұл құбылыстарға аса мән беріп қарай бермейміз. Алайда шын мәнінде бұның барлығы көзге өз әсерін тигізіп жатады. Өйткені көлік жүргізіп келе жатқан кезде біз аса қырағымыз. Біз алдағы жолға бар ойымызды шоғырлаймыз. Біз жолдағы әр нәрсені барынша сканерлеуге тырысамыз. Басқа машиналар, адамдар, жол белгілері, бағдаршамдар, бұрылыстар және тағы да басқа. Осының бәрі көзімізді шаршатады. Негізінен бұл қалыпты жағдай. Көздің бұлшықетіне дұрыс күнделікті түсірілген күш кәдімгі қалыпты жағдай болып саналады. Бірақ проблеманың барлығы көзге шамадан тыс күш түсуінен басталады. Міне осы тұста біздің көзімізге тынығу керек. Егер біз монитордың алдында көп отырсақ және көз айналасы ауырса, әрі көздің шаршағанын сезінсек, көзімізді жиірек тынықтырып отыруымыз қажет. Тым болмағанда сағатына 10 минут. Бұл минимум. Ал жақсы нәтижеге қол жеткізгіңіз келсе, әр 20 минут сайын 10 минуттан демалып отыру керек. Алайда бір жағынан алып қарасақ, адамдар бұлай жиі демалып отыруға өздеріне рұқсат бере алмайды. Бірақ екінші жағынан алып қарасақ, көзіңіз ауырып, қызарып тұрса, оның үстіне оған құм сепкендей сезілсе, рұқсаттың да қажеті жоқ. Тынығудың тағы да бір тәсілі көздің кез келген стресстен 1, 2, 3 немесе тіптен 7 күнге дейін арылту. Яғни бұл дегеніміз барлық мониторларды, бүкіл гаджеттерді тоқ көзінен ажырату, тіптен кітап, журналдарды оқымаймыз. Ең дұрысы таза ауаға, табиғатқа шығу, көп серуендеу. Ал бұл өз кезегінде көптен бері жиналып қалған стрессті арылуға көмектеседі. Тағы бір көзге көмектесетін шара, нақтырақ айтсақ профилактикалық шара және жақсы әдет. Ол көбірек жыбылықтату. Иә, дұрыс естідіңіз, көбірек жыбылықтаңыз. Біздің көзіміздің шырышты қабығы құрғаудан көп зардап шегеді. Көз қай жағдайларда құрғай бастайды деп ойлайсыз? Әрине, жаңағы жоғарыда айтып өткендей гаджеттерге, мониторларға, кітапқа үңілуден немесе көлік айдап келе жатқанда жолға мұқият қараудың адамның көздерінің қалыпты жағдайда қарағанда 3 есе кем ашылып жұмылады екен. Сол себепті көзіміздің шырышты қабығы құрғай бастайды. Бәріміздің басымыздан көздің өзінен өзі жасаурауы, ал көзіміздің жұмғанда бір тыныққандай сезім өткен болар. Міне осы нәрсені көздің құрғауы деп атайды. Сондықтан да егерде сіздің көзіңіз әрдайым шаршаңқы болса, көзіңізді жиірек жыпылықтатуды әдетке айналдырғаныңыз дұрыс. Тіптен көзіңіздің әлсін жұмып 5-10 минутқа дейін демалған жөн. Гайдымызды жалғастырайық. Үшінші айтылатын кеңес – тағамдануымызды түзету. Біздің көзіміздің торлы қабығына оңды әсер ететін тамақ өнімдерінің жиынтығы бар. Ең алдымен бұл өнімдер құрамында витамин А және омега амин қышқылдары сияқты пайдалы элементтер болғаны дұрыс. Сондықтан өзіңіздің күнделікті тамақтану рационыңызда сәбіз, көкжидек, асқабақ, орамжапырақ, қызылша сияқты құрамында А дәрумені мол көкөністерді қолданыңыз. Ал жануарлардан алынатын өнімдердің ішіне көздің денсаулығына жақсы әсер ететін тамақ ретінде теңіз балығы, сүзбені, бауырды, жұмыртқаны және сиырдың етін айтуға болады. Дегенмен де егер сіздің көзіңіздің шаршауымен үлкен проблемалар қатысты болса, оған тек дұрыс тамақтану көмектесе алмайтындығын түсінгеніңіз жөн.
Алайда дұрыс тамақтану көзіңіздегі торлы қабыққа жақсы әсер етеді. Сондықтан да бұл кеңесті жақсы профилактикалық шара ретінде қолдануға болады. Ары қарай кеттік. Күннен қорғайтын көзілдірік кию жаз уақытында, әсіресе күннің ультракүлгін сәулелерінің нағыз шығып тұрған уақытында көзілдірікті міндетті түрде кию керек. Бұл нәрсемен ойнау немесе оған ат үстін қарау сіз үшін өте үлкен қателік болмақ. Себебі шамадан тыс ультрафиолет көзге жойқын әсер етеді. Егерде мен тез-тез жүгіріп шықсам, көлеңкелер арқылы қозғалсам, немесе көзімді қолмен көлеңкелесем, ештеңе етпейді десеңіз қатты қателесесіз. Әрине біз бұл нәрселерді жасай аламыз, бірақ та жыл өткен сайын уақыт өте келе, осының кесірінен көзге проблемалар жинала береді. Сондықтан да жазды күні күн тас төбеде тұратын болса, күннен қорғайтын көзілдірікті киюді ұмытпаңыз. Келесі пункт ерекше болмақ. Бұл көзге арналған гимнастика. Көзге арналған гимнастиканың сан алуан түрлері бар. Солардың ішіндегі ең пайдалы әрі жиі қолданылатын бірнешеуін алып қарастырсақ болады. Бірінші жаттығу көзімізді тез-тез жыпылықтату. Кейін келесі жаттығуға көшеміз. Келесі жаттығу көздің алмасын айналдыру. Бұл жаттығуды орындау үшін жай ғана көзбен оңға солға бірнеше рет үстіне астына қарай тез-тез қарау керек. Сосын көзіңізбен ойыңыздағы шеңберді сызыңыз. Ал одан кейін 8 деген санды сызып көріңіз. Сосын келесі жаттығуға көшеміз. Үшінші жаттығуда көзімізге массаж жасаймыз, яғни көзімізді жұмып қолымызбен баяу және ақырын басып айналдыра уқалаймыз. Бұл жаттығуда аса абай болыңыз, қолыңызбен көзіңізді қатты баспаңыз. Соңғы жаттығу фокусты алма-кезек өзгерту. Бұл жаттығуды қалай жасаймыз? Терезенің алдына барыңыз, соқ саусағыңызды алдыға қойып, әртүрлі қашықтықтағы заттарға фокус жасап қараңыз. Яғни бірінші саусағыңызға, сосын мысалы үйіңіздің алдындағы ағашқа, кейін кез келген столбқа, сосын қайта саусағыңызға қарайсыз. Ең бастысы бұл заттардың бәрі әртүрлі қашықтықта болғаны жөн. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге бүгінгі видеоны және де осы видеодан өзіңізге пайдалы мәліметтер ала алған болсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Топ Қазақ арнасы. Бізбен бірге топта болыңыздар. Сау болыңыздар.